Зейнеп пен Серхат үйлену тойы күні болады. Зейнепке анасы бақыт тілеп, қандай жағдай болса да сені құшақ жайып қарсы алатын үйің бар. Ұмытпа дейді. Азра Мұстафаға келіп, өтінемін, үйленбе. Бізге қиянат жасама деп айтады. Мұстафа Азра, мен ол өтінішіңді орындай алмаймын дейді. Азра Мұстафаны сүйіп алады. Мұстафаның қалыңдығы көріп қояды. Севим немерелермен бірге тойға бар жатқанда жолда машина тоқтады. Севимнен қыздарды тартып алып кетеді. Севим Серхатқа қоңырау соғып қыздарды ұрлап кеткенін айтады. Гамзе Азраға Серхатқа айттың дейді. Азра Гамзеге кешір. Бірақ біз Мұстафа екеуміз бір-бірімізді сүйеміз дейді. Гамзе Мұстафа мені тастап кетпейді. Сен босқа армандама дейді. Азра кешір деп бұрылып кетеді. Гамзе Азраның көйлегінің етегін басып қалады. Азра сатыдан домалап кетеді. Гамзе жүгіріп жанына барады. Азра балама бірдеме болды деп айқайлайды. Серхатқа әкесі қоңырау соғып, қыздарың екі жүк машинада. Илким мен Хаял бір жүк машинада, екінші жүк машинада. Кадер, қайсысын таңдайсың? Біреуі қазір Грузияға жөнелтіледі дейді. Серхат, маған ондай қиын таңдау жасатпа. Қыздарға тиіспе. Есептессең менімен есептес дейді. Әкесі, егер біреуін таңдамасаң, онда екі жүк машинасы да кетеді дейді. Серхат Хаял мен Илкимді қалдыр дейді. Жиханға әкесінің адамы келіп конверт береді. Жихан конвертті ашып оқиды. Кадер 99-да 9% Серхаттың қызы екені жазылған ДНК сараптамасы еді. Жихан, сонда Кадер Серхаттың туған қызы ма? Мен біліп едім деп күледі. Серхаттың асыранды деп жүрген қызы өз қызы болып шықты дейді. Зейнеп жанға қыздар мен Серхат қайда деп сұрайды. Жан қыздарды ұрлап кеткенін, Серхаттың Илким мен Хаялды таңдап Кадерден бас тартқанын айтады. Зейнеп, маған дереу телефонымды алып кел деп сіңілісіне айқайлайды. Серхат Хаял мен Илкимді алып келеді. Зейнеп Серхаттың амалсыз жасаған таңдауын естіп есеңгіреп қалады. Серхат ішке кірмей Кадерді ойлап өзін қатты кінәлі сезінеді. Машинаға отырып тапаншасын алып әкесіне кетеді. Зейнеп, Серхат деп айқайлай. Серхат естімейді. Зейнеп той көйлекпен жолға шығып кетеді.